жерден қауышып елмен, бұл сенің күнің өмірге келген. Бақытың жансын, лайықты жансың, осы күн есте қалсын. Туған күнің менен, туған күнің менен, мерекең
Senin anan altın, benim anam altın. Kulpura ver karındasım, aman bolup жалпın. Akjengeyler әнін, sulu kızlar senin. Analарды құттықтап, болсоңдар бәрің. Дегеннен Раушан апайдың мамасына арналады. Давай, дұртсы. Ал енді түсі. Бір түсесей. Ай, молодец. Күшті. Рахмет, қыздар. Туған күнің менен. Енді басталады. Туған күнің менен. Гүлденнен ар жақ қойсашы. Кеңдер. Мамаңызда бір сүйіп көргеніңізге қонақтан көп мобилографтар бір жағынан. Жақсы ниет жарым осы деген. Мына кісілердің барлығы осы сіздің жанұяңызды, мына қызыңызды құрметтеп, қадірлеп, сыйлап, әндетіп, сәндетіп, әрі қонысқа құтты болсын айтайық деп, туған күнге жаңа жасқа тілекші болайық деп келіп отыр енді, сыйлап. Осы кісілермен қатарласып, жас келсе іске деген, іске ілесіп келіп қалып, енді көріп отырсыз, бәрі ананы сыйлаған адамдар, өзіңіз отырып болғаннан кейін барып, жаңа бір танысып алып, бір тілек айтып, жақсы ниет қылып отырамыз ба деген оймен сіз шақырып атақты енді апарыз. Енді мынау туған күн құтты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Отырыстың сәні сондай емес па? Бірінен кейін бірі ілесіп, анасына ұқсаған екен, одан мамасы сияқты жас көрінеді, мамасы да жас көрінеді. Сұлулық әлемнің белгісі әдеміліктің. Ол әйел зат емес па? Сұлулықтың символы ол әйел зат. Осы әдемі күйіңізде, осылардың дидарында жарқыраған жүзіңізбен аман жүріңіз. Мынау өмірде бала, перзент. Кез келген шыңға шықпасын, кез келген жетістікке жетпесін. Қандай басшы болсын, мейлі дана миллиардер болып кетсе де, ол егерде соны көпшіліктің алдында әуелі Алланың, одан кейін ата-анамның арқасы десе дұрыс саналады. Ал одан басқа біреулер нағашымның, досымның арқасы десе, ол автоматты түрде дұрыс сөзге жатпайды екен. Ата-ананың қадір қасиеті қайда жатқанын содан біле беріңіз. Мынау мың жасаңыз ұрпағыңызбенен. Раушан ханым, туған күніңіз құтты болсын. Мынау жанұяңызға жақсылық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Өзі мынау үйде Құдай қаласа, өзі жаңа қоныс, жаңа ғимарат екен, жарқырап тұрған, көзге оттай басылған, тоқтамайтын тойлар болсын осы үйде, жақсылықтар болсын, қуаныштар болсын. Енді бір танысып алайық алдыменен. Алыс берісіміз қазіргі айтар әңгімеміз жарасып отыру үшін танысып алып бастағанымыз дұрыс шығар. Апамның да арасында білмейтін қыздары бар шығар. Өзіңіз таныстырып жіберсеңізші, брavo. Менің анам, қыздар көрмеген ғой, мен анамды. Анам, есімі Жұпаркүл. Осы неден Мақтарал ауданынан Асема, Гүлмиралар естілу бар ғой. Анам менің. Рахмет бүгінгі дүниеге әкелгеніңізге. Мұнда бір шүкір осында анам болғанына қуанамын. Қолдап әрқашанда қиындығымызға төзіп, жаңа қол ұшын көрсетіп әрқашанда жанымыздан табылады. Бірінші осы анама алғысын білдіремін. Мына жерде төрде отырған, оң жақтан бастайын, Әсемай өткенде айтқан едім осы сізге. Мадина. Келініміз Айдана. Өзіңіз қабылдыңыздар. Жақсы. Одан кейінгі оң жақтағы Меруерт деген қыз, далында қызмет атқарады. Жақында үлкен жаңағы неге креслоға отырды. Қуанып отырмыз. Өзінің несі бар жаңағы, өзінің жігерлігімен, өзінің пысықтығымен, өзінің адалдығымен сол жаңа жетістікке өз еңбегімен жетті. Дамуда істейді. Жаңағы араласып жүрген қыздарымыз өткен шет жағасы мамаға айтқан. Жаңағы біздің араласатын қыздарымыз бар, ортаға барлығымыздың жаңағы ой немізді сақтаймыз, білмегенімізді бір-бірімізге үйретеміз.
әрі халал десем, ой күшті ғой халал болса дейді. Халал десем күшті екен ғой онда дейді. Сонымен осы менің араласатын қыздарым, Аллаға шүкір, жаңа әрқайсының өздерінің орындары бар. Орнынан жаңағы одан кейінгі Әйгерім 5 бала жағым. 5 бала жағым. Жетісайдан көп балалы ана, қазір декретте отыр. Мұхтар әуезовте мұғалім. Жақсы екен. Жетісайдың қызы тоже бәрі өзіміздің адамдарға почти. Одан кейін Гүлмира, кім айтқан ем осы сізге ана маманың атына Зеңгіл әпшенің қызы ғой. Иә, ұқсайды мамасы. Зеңгіл әпшенің ең кішкентай қызы Гүлмира. Одан кейін Әйгерім тоже өзінің жеке несі бар, бизнесі бар, киіммен айналысады, Турцияға барып, жан-жақтан бәрімізді киіндіреді. Бұл Жетісайдың қызы емес па? Бұл заты осы жерде Гүлмираның өзінің жеке бизнесі бар, продюсерлік несі бар жаңағы. Бегар сосы Гүлмираның арқасында келді. Осының табары деп қойса. Одан кейін Ақбөбек қызымыз, Меруерттің үлкен қызы. Меруерттің үлкен қызы, одан кейін кішкентай. Балдармен таныссын деп алып келдім. Я өткенде де айтқам, как раз мен Диаспен қатарлас екен ғой, екеуі деп ше. Бұл неде, тоже Жетісайдан кейін көшіп келген Шымкентке. Жетісайдың қызы. Одан кейін Мақпал врач. Жан жақта біраз, иә. Бәрі оқыған қыздар екен да, апай? Мақпал Шымкенттесің, иә? Мақпал Шымкенттен. Сыңқарда терапевт врач болып істейді. Если что, келе беріңіз. Как раз керек естесек үшін. Терапевт мамандық керек. Жасыңыз келген екен. Одан кейін мен аттасым Гүлраушан. Әрі сіңліміз, әрі өзінің жаңағы бізбен қатарласып жүрген, сыйласып жүрген өз орны бар қыз. Ломбардта жұмыс жасайды бұл қыз. Мадина мен Айдананың қызметін айтып Мадина мен кім Жанар, Мадина деппін ғой? Жоқ. Камшат пен Жанар келмеді ма? жоқ, Жанар келе алмады, Камшат қазір келеді. Мадина психолог маманы, Айдана бухгалтер, иә? Жоқ, негізі врач бітіргенсің ба? Больницада. Асарда. Асар больницаға құдай сақтасын, больницаға түсірмесін. Қойдың бақшасың ғой, ортамызда жан жақты қыздар бар. Соны айтамын да, жан жақта бар, керек жердегі мамандықтар егелері де бәрі. Иә, бәрі жоғары білімді. Сен тұр, мен атайын деп. Біреу кішкене ақылын шетін басаса, анауысы өзінің ақылын досы. Арамызда психологтың бәрі құтқарып тұр ғой. Ағып кеткен жүгіп батып шығар жердесің. Өздері шығып кетеді қорыққанына. Сөзді көтер алмай ма? Сөзін көтер алмай. Яға қонып, ұлдарымыздың жекелеп, яға қонып жатыр. Раушан өзі табандылығымен осы нәтижеге жетіп отыр. Мына өзінің қатал пейнетімен осы отанға. Бірінші Алла ғой шынымен. Өзінің адал пейнетімен жаңа шаңыраққа беріп жүрі, жаңа шаңырақта туған күн тойланып жатыр. Айналайын Раушан. Осы шаңырағында тек той болсын, Диас балам үлкен, аша сүйер азаматың болсын айналайын. Айкөркем қызым, көз қуанышың болып, әдейін болып өсе берсін, дені сау болып, бақытты балалық шақ тілеймін. Жұмысың өргей берсін қызым, денің сау болсын. Мынау өзіңді тану үшін қасындағы жолдастарымды көрейін дейді ғой. Мына достарымды көрген көңілім толып отыр. Бәрі әдемі, әрбір үйдің, әр шаңырақтың отанасы, отандарын гүлдетіп отқан қыздар сияқты бәрі де. Әрбір үйдің. Сол отбасыларыңда тек қуаныш болсын балдар қыздар. Дендерің сау болсын. Сол отанның гүлі болып, сол отандарыңды жайнатып, қыздар болмаса отанның жайнап тұруы өте қиын ғой. Ер азаматтарымыз аман болсын, әр уақытта қолдап қуаттайтын. Бала шағаларың өсіп-өне берсін, ұсақтарымен қосағарып, бақытты болып, ол қыздардың қызығын, рахатын көре беріңдер жындар. Жұмыстарын алға баса берсін, еңбектерің табысты болсын, тапқан табыстарын берекесін беріп, тек жақсылықтарыңа жаратуды Аллам нәсіп етсін.
Өздерінде ұл-қыз өсіріп осындар, ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, бір-бірінің тойларында үстіп, қастарынан табыла беріңдер, қуаныштарында. Жетілеттен де жетілет ұлдарың, қыздарың шақыласа. Бар бақытты тілеймін қыздарыма бәрі. Қыздарымсында ғой, қызым дос болғасын. Дендерің сау болсын, дастархандағы астарды әдемілеп жеп, көңілді болып отырыңдар. Рахмет. Құттықтағаныңыздар ошан ғой, деген бәрі мәрау отырыңдар қыздарым. Бәрі бүтін азарды сенге. Мен танысып кетейін тағы да, мына келін өткен деген түскен. Новый. Су жаңа. Су жаңа. Бәрі саталып соға. Үш ұлым бар ғой, ең кішкентай аялда. Әлі үлкен бойдақ әлі. Кішкентай бастап жол үлкен болады, енді құда қаласа бірінші үскісін. Құтты болсын. Көріп отырсыз, бірінен кейін бірі жаңа көздер айтқандай, сен тұр мен атайын деген істің басында, игіліктің қасында жүрген қыздар екен, өзіңіз айтқандай, бір-бір отанның, бір-бір отаудың отаналары. Бір қыз келіншектің, жаңа келініңіздің мысалы, бір келіннің орнын, бір қыздың, бір әйелдің. 30 еркек бір үйде толтырамайды екен. Бір үйде 30 еркек өмір сүріп, ішінде бір әйел заты болмаса, ол үй нұрланбайды екен. Содан ақ біле беріңіз бұл қыздардың қадір қасиетін. Жаңағы сізге рахмет, сізге алғыс айтатын себебіміз жалпы тәрбие тал бесіктен дей ма? Бір жылдық жеміс жегін келсе бақша ет дейді. 10 жылдық жеміс жегін келсе қасына қосып бау ет дейді. Мәңгілік жеміс жеймін десем, ұлдарыңды, қыздарыңды дұрыстап тәрбиеле дейді. Енді сол апа сіздің еткен бейнет, зейнетіңіздің, берген тәрбиеңіздің арқасында осы қыздарыңыз тайсалмай осындай биікке шыңға шығып жатса. Мынау енді жаңа көріп отырсыз, бірінен кейін бір жол-жолмен таныстырып жатыр. Болса да осы туған күнге арнап, шаңыраққа арнап, өздеріңізге арнап бір-екі ауыз тілегін айтсын. Мен көздеп отқаным осы екеуіңіздің біреуіңіз. Шамалап. Апа, сізбен біріншіден танысқанымызға қуаныштымыз. Осындай алтын қызды дүниеге әкелген сіздің және папасының арқасы, еңбегі. Рахмет. Осындай өзі нәзік, ақылды, көркем, жаңа өзіңіз айтпақшы, жігерлігі де бар бойында, қажырлығы да бар, қайсарлығы да бар, барлық қасиеті Раушанның бойында бар. Сол осындай керемет қызды бүгін дүниеге әкелген құтты болсын, Раушан денің сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Мына өсіріп жатқан ұл қызың қос қанатың аман болсын, осылардың қызығын көріп, осылардың қызықшылығында біз де осы барлығымыз қызмет жасап жүре берейік. Жұмысыңда тек қана табыс тілеймін, береке тілеймін. Әрбір тапқан табысың осы өзіңе, отбасыңа тиесілі болсын. Шаңырағың биік болсын, жаңа үйге кіріп жатсың. Қуаныштымыз. Қай-қайсымыз қандай жетістікке жетсек те қуанып отырамыз. Осындай керемет шаңыраққа кірдім деп айтып жатты, бөлісіп жүрді, сол бүгін көріп, көзіміз тойып, қуанып отырмыз. Не дейміз, ортамызда осылай жарқырап, әдемі болып жүре бер. Осы дастархан басына отырған барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осындай кең дастархан басында жақсы күндерде кездесіп жүре берейік. Раушан, туған күнің құтты болсын. Шапалақ ұрып қойыңыздар осында өсірді әкеліп. Камералар бітіріп, как будто интервью жасап Қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәлі деген сөз. Мынау оқыған біреуінің болмасын, біреуінің тілегі қабыл деген сөз екен, апа. Енді қыз келіншектер, құлпырған арулар, бірі бір кісінің қарындасы, бірі біреудің әпкесі, біреудің анасы. Сондықтан да жалпы әйел зат қауымын бір аспектеп бағалағанда ең биік шыңы ол ана емес пе? Аналар мәңгі жасай берсін, аналар аман болсын деп, осы апамның құрметіне, сіздердің құрметтеріңізге арнап, ана туралы бір өлеңмен бастайық, отырсын ба? Балаңнан ар
ботасы жарай қалса шаруаңа теңізде де кешіп өтіп жетпей ме жан ботасын сағынғанда аруана теңізде де кешіп өтіп жетпей ме жан ботасын сағынғанда аруана анам апам сенен қуат алайын алдым сені атар таңны арайын сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын сенің ғана жанарыңда тұратын мейірімді қайдан ғана табайын мейірімді қайдан ғана табайын сразу жүктей береміз бе не? Ой, тамаша. Медлек айтамыз ба, көңілділік айтамыз ба? Жетегін еріп жалғанның қалағай жедел жетіппіз артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз арайын төгіп аспайын араласам да жер-жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді қонатын көлдің бетіне күнгі аспанымды сағындым өйтер соның шетіне құрдастарымды-ау сағындым жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым әнімнің дейін тапқандай қамысын көлдің сағындым шымберген рақын айтқандай аусын төлдің сағындым ауылдан көшсең көшкенмен қалада өрлеп өсмейді ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді ауылдан көшсең көшкенмен қалада өрлеп өсмейді ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді бес құланың танысы әттең тонның шабысы көзге ыстық көрінер қалқатайдың дабысы шөбі шүйгін марқаның әуселеңді байқармын камзол киген қалқаның ей қалқаның Молодец. осы жерден бір пісіріп алайын Рахмет. Енді Сауабыңа нұр жаусын. осы Асимай. Асемай ханымның өзіне берейік сізден кейінгі үлкен осы шығар енді Негізі осы топтың бастамасы осы кісі ғой. негізгі продюсер осы ма? Жоқ олай емес. Бәрі нормально. Бәріміз бірдеміз ғой, енді кішкене өткенде жасымызға қарап туған күнімізді белгілегенбіз. Сөйттік та, енді бұдан кейін давайте хотя бы жасымызбен отырайық деп шештік та. Баяғыда кім бірінші келеді төрге отырады, кім соңынан етекке отырады, сондай болатын. Мен осы жақында солай шешіп алғанбыз содан ғой. Әйтпесе бәріміз бірдеміз. Қазір кіріп Вообще сізді көргеніме қуаныштымын. 100 жылда көрген Нұржансың дей ма не? 100 жылдан. Сол фото, видео көргеннен кіргеннен сразу айтпай-ақ көрініп тұр. 3 топқа бөлеміз, 15 қыз біз негізі. Бастапқы топтардың қатарында жастар үлкен, то есть
қатарында жәндегі Раушан, Меруерт, біз ғой енді. Одан кейінгі средний орта бар өзі, кіші орта бар. Кейін таныса жатасыз ба, білесіз. В общем, әскер құрып жатырмыз. Қазақстанның жақсы жағынан дамуына үлес қосамыз иншалла. Атымызды шығарамыз иншалла. Құдай қаласа, шыға сондай ниетіміз бар. Жақсы жағынан да. Қысқасы, Раушан тәжан, туған күніңмен өмірде бар жақсылықты тілеймін. Бүгін азында шыққаннан бастап, машинадан шыққаннан бастап күн жарқырап тұрды. Мен айтамын да, қыстың күні болса да, күн деген көктем сияқты, жаз сияқты болып кетті ғой бүгін ше. Сол Раушанның несі ғой, ол мінезі, жігерлігі, ашықтығы, ақкөңілділігі ғой деп ойладым да. Соны енді айтатын да үлгермен онсына кешке барып 100-500 көріп айтайық деп ойлағанмын. Денің сау болсын, аман бол. Қасында тұрып алған бір түр бар жақсылық тілеймін. Өсіріп отқан ұлымның қызымның тек рахатын көр. Әпше сізге рахмет, осындай керемет, ақылды, әдемі. Өз қандай нәзік болса, жүрек сондай мықты ғой бұның, еркек сияқты. Үстінде мен қаншалықты түрі нәзік көрінген сайын кейбір істерін, кейбір тәуекелділігін, кейбір әрекеттерін көріп өзіміз таңғалып қаламыз да, батылдығын, табандылығын көріп. Бұл қыздан Раушаннан үйренетініміз көп. Бәріміз бір-бірімізден үйренетініміз көп. Аллах саған деніңе саулық берсін, өмір жасың ұзақ болсын, аман бол. Білмеймін, мына кісілерді көргеннен кейін бәле жаңа келгеннен кейін бастап көргеннен. Я кімнің музыкасы сөйлетіп кетті, сөйлей алмай, сөз сөйлей алмай, бір түрлі ойымызды жинақтай алмай қалды. Жоқ, сіз басшылықты сезініп отқан шығарсыз мүмкін топтан. Мүмкін енді ол жағынан. Кейін енді біраздан кейін тағы да айта жатармыз тілегімізді. Ең бастысы әдемі үйге кіргеннен ауырасың. Әдемі екен да, үйдің іші өзі. Аппақ қылып қойғансың, іші оның әдемі қымбат тастарымен. Еще енді өз энергиясы да жақсы екен. Лайым сондай керемет үй болсын, үйіңде тек қана бақытты күндер болсын. Негізі барлығымыз бақыт тілейміз, Оказывается, адамдар азынан кешке шейін бақытты өмір сүрмейді екен. Бақытты сәттер болады екен да. Сондай бақытты сәттер, керемет сәттер өте көп болсын жаным, үйіңде, өзіңде, өз отбасында, өміріңде. Негізі қазақта бар ғой, бірінші амандаспай жатып, не деген сөз бар екен? Сүйінші сұрайтын болса, ассалаумағалейкум, қалайсыз демей жатып, сүйінші деп келеді ғой келген кезде. Сондай хабар көп болсын. Сүйіншілетіп, жақсы хабарменен осы үйге жақсы жаңалығымен келе берсін. Барлық ырыс несібе береке тілеймін. Тағы тілегімді тағы жалғастыра берермін. Әлі бар дейді, апа біраздан кейін тағы сөйлейтін бар. Айттым, қобалжып не сөйлерімізді білмейсіз. Ондай жоқ еді. Камера Күлкім насыл үшін отырамын. Сосын берем де қойсай. Жоқ қазір. Сумкам қайда дегендес. Намес болсын? Жоқ, курткам қайда. Мен бүгін бар ғой, қақтарға бармадым десе, туған күнімен. Бастамалардан сұраймыз енді кеңесті. Болса да жол жөнімен қарап. Айгерім деген. Жолмен отырып алады. Айгерім деген. Сол кісі сөйлей ма? Педагог. Сізге қарап тілек айтсын. Раушанның туған күні әрі ғимаратының құтты болсын. Келіп басын жинап отыр екен. Раушан туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Перзенттерің адал салиқалы болсын. Құдай қаласа, солардың қызығын, рахатын көре бер. Ата-анаң аман болсын. Жаныңа жақын адамдар аман болсын. Ортамызда әрдайым дені сау болсын, Құдай қаласа, арман тілектерің орындала берсін. Не арман, не тілектерің бар, Құдай қаласа, барлығы періштенің құлағына шалынып, барлық жақсылықта болсын, әрдайым. Үйің құтты болсын, шаңырағың, Құдай қаласа, іші тола, тек жақсылық болсын, той думан болсын, берекелі, мерекелі, қайырлы болсын саған, осы шаңырақ. Әрдайым тек қана жақсылыққа елейік үйіңе. Барлық істерін алға баса берсін, жұмысың жеңілінен болып, Құдай қаласа, кәсібің өсіп, ары қарай дамып, үлкен белестерден көре берейік сені.
сыйлығын беріп қойсаңыз сразу. Өзі Алаштың жақсылары жайсаңдар бас қосқан жерде төр мұғалімдікі деген. Қызарыстық шай келді. Мұғалімнің мәртебесін содан ақ біле беріңіздер. Мәртебелеріңіз биік болсын, бәріңіздің. Енді осы жерде тамақ келгенше тағы бір тілек тартып едік. Давайте мақпал, иә? Осы кісіге береміз ба? Жас бергенде Туған күні құтты болсын. Денің сау болсын. Отбасыңда қуаныш болсын әрдайым. Осындай әдемі жүзіңмен әр уақытта ойнап күліп жүре бер. Өсіріп отқан ұл қызыңның жемісін көре бер әр уақытта. Үйіңе тек қана тойға, қуанышқа келе берейік. Кісілермен танысқанмен қуаныштымын сіздермен. Жұмысыңыз өрлей берсін, қарай. Той болсын, қуаныш болсын. Дастарханымыз тек қана жақсылықтарда, қуаныштарда қосыла берсін деймін. Төрге шығыңыз енді, бір сәтте. Ресми сөйлеп. Сіздер кішкене қатты чапалап қойсаңыз. негізі әр адам орны білінеді, Молодец, атасының несі жаңағы берген тәрбиесі, тамақта келіп көрген, молодец. Қоямай жатыр. Яс, Ясқа берсе, иә. кешеден астауды ұстап, мен астауын астауды ұстап салам деп Баяғыда бір үйдің негізі боласа, қайсыңызды алып қашқан? Бәріңіз ұзатқан ба? Алып қашып келген көргестер ма? Көрген міне біз келін сүріп қалып қашып кеткен. Біреу үй салып ат деген да өзі. Үй салып атқан кісі, орта беліне дейін қышып көтеріп қойған ғой, жолын немен енді бір сондай маскара салатсың. Ойда ештеңе жоқ, ұйықтап атқан бір күн. Түн жарымда пиқылдап, есіктің алды, енді ураған болған. Шығып бараса екі баласы, бірдей келін әкелген. Әке шок болып қалған ғой, күштісін қой көрсі, там не болды деген ғой балдар. Таңғы ақша берем ба, қалың ақша берем ба, не істеп жатсың ба сен? Адаммен ақылдасып тірлік істемейсің, түн жарымда. Не болды мына тірліктің бәрі? Екі баласына ұрсып, болар болды деді. Құдайдың бұйырып тұрған шығар бұл. Мен не шешім? Құдайдан келген бұйырып болса, тәуекел мен жеткізбеймін, Құдай жеткізсін. Еткенді түсіріп апты да, екіншісін түнде сменнен шақыртып. Сіз сияқты ауысып кете береді дегенде, сменнен келінілері. Сөйтіп екіншісін шақыртып, бір күнгі жұмыстарын бір күн ауыстырып, інілері келін әкеліп қойып, хабаршы болып барасыңдар дейді ғой. Сөйтсе екінші інісі барған үйде, алдынан кірген кезде қыздың папасы шықты да. Осындай айыптауылдан қыз алып қашып кеткен еді. Айыптауылдан келген хабаршымыз десе, хабаршын менсін бітті жаңағы кісі ауылда хабаршыға жіберетін сенен басқа дем дұрыс нормальный адам жоқ дейді. Сөйтсе хабаршы сөзге мүдірмей, құдайке нормальный адам, нормальный құдасының үйіне жіберіп, мен сізге жіберіп береді. Енді осылар нормальный ғой деп мен не етіп алғаннан кейін мен де сенімге сіз ақтымайын кішкене. Аштың үстінде әуезді көңіл ән, сол әуезді Нормальный деп я таптық сені деген. Таптым ау сені деп ойлаймын. бірден суатып алып келеді ғой. Енді Айжан туғанын басқа сонап келдім. Айжан шәйіп бізде. Бір капон шулатқанбыз ғой бір домбырамен. Бір домбырамен, иә. Түркістанда туғаның болады да? Аллахтың берген сен өзі қасиетің бар да, содан кейін жұрттың бәрін өзіңе қаратып, бүкіл кафені жауып, айтып сен беріп тамағын Жаңа қыздар деп бір өлең бастап өп па? Бұл етажбен шығып келіп, өлең айту деген жаман қиын болады деген. Екіншісіне жеткен кезде даусым шықпайын, сасқаңыздан домбыра тартып кете салып. Жұрттар мыналар уже жарамазын айтып бастап кеткен бада өткен деймін адамның. Мына үлкендерге қарап айтайық та кішкене. Сіздердің вечерлеріңіздегі өлеңдерден бастайық та жайлап.
Мүмкін сіздерден кейін шыққан өлеңдер шығар. Есіңде ме әсем күні көктемнің, сыңғыр қаққан таудың ерке бұлағы, қызық деді өзіңменен өткен күн. Көз алдымдай, сол қалпындай тұр әлі, жалын кешкен, жаным дескен күндер қайда қарағым. Бір көткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым. Жалын кешкен, жаным дескен күндер қайда қарағым. Бір көткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым. Ескетті жан ерген назданасын, жасыра алмай сырымды көз қарасын. Жадыратып жанымнан өте шықтың, мен іздеген қызыл гүл сен ғанасың. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әппақ гүлім ай, ардағымсың ай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, әппақ гүлім ай, ардағымсың ай. Жолдың бойында сені іздедім, бәрі ойымда үміт іздедім. От боп күйгенде сені іздедім, сенің мойныңда менің іздедім. Көктемеді жетті күзгейді, сарғайып тұр дала гүлдері, жүрегімде жатыр іздерім, табарыңды қайда білмедім. Жүрегімде жатыр іздерім, табарыңды қайда білмедім. Сағымсың ба сен, күн нұрымнан нәр алғанбысың, таппадым сәулем, армандардан жаралғанбысың. Таппадым сәулем, армандардан жаралғанбысың. Мария Магдалена айтыл қойғырмын қылматсың. Аяқта біреу қылғыны батыр ау. Ай, бізге ашсыға неғып тоқтап жүрді. Айше, тоқтап тұрсам біз бере береміз. Бізге ансамбль анауға керек емес. Ыңылдаса болды десеңші. Ыңылдаса болды. Дұрыс қой, үстіп, көңілдеп, күліп, билеп, көтеріліп, жарырап отқанға не жетсін? Раушанның қуанышына бөлісіп жатқан жайымыз ғой. Барынша. Ол кісі аяқтарын әлі сән деп жатыр. Біз кеттіңіздер. Анер қиратып кетті-ау деймін де екі бейші. Әлі күнде отырды ма? Ең бірінші қуанышына қоныс тойыңыз құтты болсын. Іші толған үбірлі-шүбірлі баланың күлкісіне толсын. Бақ-дәулетімен берекелі, құтты отбасыңызбен бақытты өмір сүретін бір шаңырақ болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Қос тойын қабат келеді деген. Деніңіз сау. Осылай әрдайым жүзіңізден күлкі кетпей, отырған орныңыз жоғалмай. Күшті. Тек жақсылық деймін. Гәл құтты болсын. Тек осындай жақсы күндерде жолға берейік. Бақытты күндеріңіз көп болсын. Әрқұдасыға жоқсты болсын. Әдем керемет шаңырағыңыз. Сол? Мен тек алып үйренгенмін. Жоқ, мен басқарып. Кел көркеш, кенеге тұр. Өзіңмен арыстым, ойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жазелай гүл күнде
Yetemek olsalar olsunlar Ayalı tanım senin Görsem de kelimem Şazeday gülgünde Kaydasın bol günde Senizde varmanım Sır boyun şarladım Senizde varmanım Sır boyun şarladım Alausa kız edin bir gezdi Şaşına akbantik baylara Özgerip edipsin yol günü Körküne göz tasla boylanam Özgerip edipsin yol günü Körküne göz tasla boylanam Nurlu beyin kanday jarkın Armanısın kanday şandın Şınarmam sen Müldürsen yergi Al kulağınday Sen müldürsün yergi Al kulağınday Al kulağınday Bärimizden digişli Nuri Kamal Nuri Kamal'ın basın neydi? Aspandağı ayma dedim Jastık şağım kayda benim Yüreğimde yer ettim Şanım kanday jaydar edim Nuri Kamal Kamalıma Gündü yaşım Şanarına Kolum jetmey, sözüm dökmey Şautangdadım, tabağına yıkaradım Nuri Kamal, kamalıma Gündü yaşı şanarına Kolum jetmey, sözüm dökmey Şautangdadım, tabağına yıkaradım Ölüm desin ay kabadı Kalay gana jay tabadı Köktegimde Jer bobizdi Kanday da be? Jerdemde boylanamın Nuri Kamal Kamalıma Gündü yaşı Şanarına Kolum jetmey, sözüm dökmey Şautangdadım, tabağına yıkaradım Kolum jetmey, sözüm dökmey Şautangdadım, tabağına yıkaradım Arasında bir iki yer dursun boyası көрüstür, bırak. Suragan әнді айтқанда Рахмет, сонда. әңгімеңде. Одаlarыңыз жүре берсін. Асқақтай беріңіздер. Жалпы байлықтың көзі, берекенің өзі. Biz ona қазір саудагер деп айтпаймыз, біз қазіргі тілменен бизнес-леди деп қыздарымыз деп айтамыз. Бизнес-леди? Болды. Бизнес-леди ханым деп айтсаңыз. Енді бұл кісілерді бөліп жармай. Бірден екеуіне қосып берейік деп тұрмыз. Кән. Екеуінің товары бірден өткізейік. Кет. Алыңыз дейміз. Раушан жан туған күні құтты болсын. Денің сау болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Жаңа алған ғимаратын тек қана жақсылыққа төзе берсін. Ешқандай ақ, киім болса да оның ішінде көрген адамдардың өміріне жақсылық болсын. Өте қуаныштымын. Бұл сенде бір жетістігінің бірі ғой. Сенің жетістігін Алла тағалам бұдан үлкен үйлерге нәсіп етсін. Бұл алған менің біріншісі болсын. Осылай болды, үмітрде болсын деймін. Сондықтан көрші болған ұқтықтай.
қуаныштымын. Айдана да көрші екен, Раушан да көрші екен. Жиын күшті болды. Айгерім де көрші, иә. Камшы Брасыновка. Осы біздің узкий квартал болды ғой енді. Көрші болған құттықтаймын. Сен Раушан, балдарым тек қана жақсылығын көре бер, Алла тағалам екі қосқаннан тек қана жақсылықты артында шалқып ойнап күліп жүре бер. Сол балдар үшін жүрміз ғой, бәріміз не сыйласақ та Алла тағалам сол балдарымыздың тек қана берекесін берсін, бақытын берсін, жұмысының тек қана берекесін берсін дейді. Раушанды мен негізі бұрыннан танимын. Қаттырақ сөйлейміз, камералы естіледі. Досын алып Раушан негізі мен өзім бұрыннан танимын. Өзім бір көргеннен жақсы қатты бауыр тарттым да, әйтеуір білмеймін, бұрыннан танитын адам сияқты. Екеуміз жақсы араласып кеттік. Осы сіздермен тағы да танысып отқандарыма, келіп отқан сіздерге рахмет деймін. Мамана да өте үлкен рахмет ол кісіге. Өйткені өскен жердің қызы екені көрініп тұр. Сол не деймін. Кімші құпиярың құтты болсын, амалайын. Бұдан үлкен дастарханға жиналай берейік. Раушан, сен барлық жақсылығына келіп, бәріміз басымыз қосып, Рахмет, әмин. бірге атсалса берейік деймін. Сол үшін. Мен ұмытып кетпейді деп айтып қойайын. Әйгерімге вообще бутикке сертификат қой. Бутикмеге киім кетеді. Мен туған күнім қашан Таңыңыз құтты болсын, өзіңіз қандай талдырмаш, өзі инабатты, парасатты, өте ақылды, үлгі болатындай, сізді үлгі тұтатындай адамсыз, жансыз, жан дүниеңіз қандай керемет болса, бүгінгі ғимаратыңыз көріп өте қуысыңыздай, ішкі дүниеңіз қандай болса, үйіңізде сондай соған сай, не деген керемет дастархан, не деген керемет қонақтар. Бұл туған күніңізді гүлдендіріп отқанына тамада кісілер, суретке түсіретін кісілер бәрі керемет. Сөз айтып жеткізе алмай жатыр. Бәрі күшті, вообще. Сізге тек жақсылық тілеймін. Сіздермен таныс болғаныма, гәптес болғаныма, дос болғаныма, сіздерге сіңлі болғаныма өте қуаныштымын. Мен бақытты адаммын деп ойлаймын. Бұл жерде сізді сыйлағанынан енді қатты сізге деген ыстық лебізіңіз енді сөзбен жеткізе алмаймын. Сізге тек жақсылық тілеймін. Үйіңіз тек шаттыққа толы болсын. Әрқашанда бала-шағаның күлкісі кетпесін. Өсіріп отқан ұлыңыздың рахатын көріңіз. Құдай қаласа ұлыңыздың, қызыңыздың жеткен жетістіктерін телевизорден көріп, міне менің балам деп бізге қартайғанда камерамен түсіріп жіберіп отырмыз. Чатымыз ол кезде кәрі боламыз, Құдай қаласа. Жеткен жетістіктермен бір-бірімізге бөлісіп, әрқашанда сіз біздігіміз таусылмай, сыйласып жүре берейік. Өзіме не тілесем, жатта да айтып тұрмыз, сізге сан тілеймін. Сыйластығымыз құдалықтағыдай 1000 жылдық болсын. Сол үшін алып қойыңыздар. Қандай күшті фантазияны? Мықтымын десең өзіңді әйелге барып дәлелде. Әлемнің сұлуы, әлемнің мәні әйелде деген Жүрсін Ерман деген ақынның әңгімесі тегін емес, расында. Енді құлпыра беріңіздер ең бастысы. Осы әдемі қалыпта, әдемі көңіл күйде, өзі күліп жүрген, күлімдеп жүрген, айналаны күлдіріп жүрген өте жақсы екен ғой. Күліп, күлімдеп, күлдіріп жүріңіздер, Құдай күлкі болудан сақтасын, ең бастысы. Күлкі болудан сақтасын. Саудагерлердің тамаша тілегі болып, енді өзі жақсы ниет жарым ырыс деген ғой. Арасында бір кішкене отырсын, көрік сәні болсын. Негізі өлең айтатын қыздар бар ма? Жалпы. Бір анекдот айтып. Тек қана өлең айтып. Кино, караоке соны. Караоке деген үштер қыздар өлең айтатын. Енді отырысқа келген кезде мен екі томан қойып сол атына зат сәйіп отқан осы ақкербез дедіңіздер, атына өзіне басқа шекенде. Осы кісіні бір құрметтеп бір тілек берейік осы ойын. Ат сияқты бір әдім ақ тілек айтып. Раушан, жаным, туған күніңмен жасыңа жас қосылсын, бағыңа бақ қосылып еселеніп, әйел бақытын тілеймін, барлық армандары орындала берсін.
Бұл қыздарының қызығын көріп Құдай қаласа. Шаңырағың құтты болсын. Бұл жақсы болсын біздерге. Тортты да берсін. Барлық жақсылық тілеймін. Осы жерде айтылып жатқан періштенің құлағына шалынсын. Әуелі Алла, сосын анаңның, әпкеміздің арқасында осындай тәрбиелі, өнегелі, сұлу қыз болып, ортамыздың гүлі болып жүрген атына затың сай. Мен енді сіздер фотозоны әдемі деп атыстыр ғой. Раушанды бір 10 жылдан артық танимын. Бәрімізден артық өткіз қой. Иә, и осындай туған күн нелерінде болады ғой енді, оны білем организаторский несі күшті екенін. Қай жылы 7 мартта шақырдым ғой сен бізді. Жылы алдым, карантиннен алдым. Бір 7 мартта жаңағы жұмыстағы істейтін қыздарды, осылай таныс қыздарды шақырып, Басын қосқан мен. басын қосып, бір-бір гүл ұстатып, жаңағыдай сыйлап, сөйтіп. Сондай несінде отырысында отырғаннан кейін мен бұны одан сайын құрметтеймін. Жаңағы көргенділігі, тектілігі, барлығы бар. Жақсы көремін өзіңді. Барлық армандарың орындала берсін, оңай орындалсын, жеңіл орындалсын. Қайырлы баспана болып бұл. Болашақта қайырлы ұлдар, жаңағы келіндер келе берсін. Әрқашан ортаң осындай жақсы жандарға тола берсін. Барлық жақсылық тілеймін. Сосын Раушан любой нәрсеге андаймен бүйтіп. Внимательно. Иә, внимательно. Сөйтіп барлық нәрсені. Жүрегімен істейді. Біз иногда. Сіздер майнерді ауыстырайын бастыр ма? Иә. Үшеуіне ма? Одан кейін? Бұл кісі де врач қоя, психолог болмайатса врач көтерміздер. Кеттік кәні. Раушан? Шаңырағыңыз тек жақсылыққа, шаттыққа толы болсын. Ішіне жан тола берсін. Жұмысыңызға береке, одан ары қарай жоғарылай беріңіз тілеймін. Өзіңіз қандай сұлу, нәзік болсаңыз да, мен өзім аттас болғаннан кейін Раушан деген адамды қандай қиындық болса да мойымайтын, өте мықты адам деп білемін да. Мен өзімнің тәжірибем дейді, өмірлік тәжірибем өзімнің атпен аттас болғаннан кейін өте бәріне шыдамды адам болып келеді. Әрдайым осылай ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз, жүз жасаңыз, деніңіз сау болсын. келер Тоғжан. Қошын, ойнап күліп Жасыңызда жас қосыла берсін, отбасыңыздан заман болсын, балапандарыңыз заман болсын. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Қонысыңыз құтты болсын, құтты, берекелі шаңырақ болсын. Қызыңыз өзіңіз сияқты нәзік, әдемі қыз болып өсе берсін. Мен сізді өзім ерекше құрмет тұтамын, жақсы көремін. Сондай нәзік, женственный, общесіз. Үнемі осындай шыншылдығыңызбен, әдемілігіңізбен көзге түсесіз. Сол үшін де сыйлаймыз. Осында айтып жатқан жақсы тілектердің барлығы періштенің құлағына шалына берсін. Тек жақсылық болсын. Тек жақсылыққа келеді осы шаңыраққа. Бірінші туылған күніңіз құтты болсын. Екіншіден алып отырған жаңа шаңырағыңыз құтты болсын. Ең бастысы деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жаныңызға жақын адамдарыңыз аман болсын, ата-анаңыз, бауырларыңыз, балапандарыңыз өсіп отырған. Құдай қаласа, алға қойған мақсаттарыңыздың бәрі орындала берсін. Бұдан да кең шаңырақта сіздің қоныс тойыңыз тойлай берейік, Құдай қаласа. Не деймін, ана бақытын тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Жалпы Алла Тағала сізге екі дүние бақытын нәсіп етсін.
осы жерде барлық жақсы тілектер айтылып жатыр ғой. Енді андай заключительный тост менікі қандай өзі? Жоқ, жоқ екен. Заключительный қазір мен ғой. Класстасымыз бар ғой? Осы барлық таңертеңнен бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектің бәрі періштенің құлағына шалына берсін. Әрқайсыларыңыздың орындарыңыз бөлек, жақсы көреміз барлығыңызды. Барлық жақсылық тілеймін. Шаңырағыңызда тек қана қуаныш, шаттық, той болсын. Көпбалалы ана. Әселдің ағашысы. Бұл жерде көбісі жетеді. Таныстырып өтейін. Есімі Әсем, врач. Шартараптан құрбыларды жинапты ғой. Атшулы, атақты, асқаралы. Көшті бастап өздері отырыпты. Бір жағына даму келіп бас болады. Мұғалімдер бар екен мәртебелі. Көркейтетін қазақ жұртпен астаманы. Сатушы саудагермен докторлардың еңбегі елге ерен рас бағалы. Алтын сатқыш аруларда бар екен ғой. Психологтар да осы көшпен дос болады. Мына ханым келін болып жүреді екен, осы шапқа кіріп болып бастағалы. Мына сіздің сөзіңіздің бәрі рас, Құдайдың бұйрығынан басталады. Бұл шайыр оң ниетін пайымдасын, бұл достар игілікке қайырласын. Уайымдаса той думанды уайымдасын, ешқашан жаман аты жайылмасын. Ал Раушан ғимаратың құтты болып, осы үйде думан дүркін тойың болсын. Дастарханы жиылмасын бұл Раушанның. Ең басты тақырыптың жайындасың. Даму апай төрге барып отсаңызшы, шайырлар сізге қарай қайырласын. Бәрін айтта бірін айт, ең бастысы, Құдай сіздерді ынтымақтан айырмасын. Демейміз айтар сөзім арзан болды, көңілі арулардың маржан болды. Отырыс бітеме деп қорқып едік, отырысты жалғастырар тоғжан келді. Өңшең әдем арулар отқан кезде, бізде салып шабайық жандарменді. Мына зал жайлап ысып жатыр, арулар сыйластықты құшып жатыр. Бұл Раушанның шаңырағы әдем екен, жұрттың бәрі суретке түсіп жатыр. Банер жақты гүл қойып өлтіріпті, көп адамға анау түрлі тұшымдағыл. Бір адам кетсе орнына, бір адам кеп барлығы орын-орнына түсіп жатыр. Төрдегі апайларға ырза болдық. Жаңа не деді? 40-қа келіп не деді? 18-бен 40-қа келіп шеттерден пісіп жатыр. Біреуінің әжесі қысып жатыр, біреуінің атасы қысып жатыр. Сөйтіп бұлар мына көштен оза деген, құлашын кеңге қарай жаза деген. 9:30-ға дейін жақсы отырды, 11-ден ары қарай қоза деген. Әлде болса киноға барып қалар, қолдарын тек биікке соза деген. Барлығы игі іске тілем деп тұр, Раушанның бар қасиетін білем деп тұр. Көкке сыймай мақтап жатыр қайта-қайта, әңгімесін сұлу сөзбен жүгендеп тұр. Асықпай-ақ арбамен қоян іліп, бұл Раушан талай жерді тілем деп тұр. Чаттың жайын жаңа ғана түсіндірді. Біздің
Менің чаттым ерекше бір ел деп тұр. Әр саланың мамандардың басын қосқан. Оңай емес басқалардан ірел деп тұр. Чатты біраз қызықтырып айтып еді. Ақ кербез дайын болып кірем деп тұр. Жақсылар мен жайсаңдардан хабар келді. Біздің тілек мынау үйге алау болды. Раушан сонша қонақ күткен кезде қонақ боп асырайып бағаң денді. Ғимаратты көріп тығып өлтіріпсің, тәрбиелі қыздар мен балаң денді. Ал группаластар сіздерге құтты болсын, чаттарыңа ақ кербездей адам келді. Бұл сөзбен игіліктің басы болса, үстіп ойнап күліп тасып алса, ақ кербезді амалдап кіргіздік қой, енді жайлап тоғжанды қосып алса. Бұл сыйластық адамзаттың мерейі еді. Сіз біздікпен дос жаранда көбейді. Жүздерінен арулардың әр таймасын, ешбірінің шаттықтары ортаймасын. Қырыққа кеп пісіп жатқан апайлардың дидарынан сұлулық пен мән таймасын. Шаңырақтарының шаттық ортаймасын, бастарынан ешқашан нар таймасын. Осы отырған арулар осы күйі әдемі боп жер бетінде қартаймасын. Есіне ұзақ созып зарланайын, одан да тәтті өлеңмен қамданайын. Арулар ынтымағың жоғалмастан, бір-біріңе шапқылап жүр тойға дайым. Ұл өсірген, қыз өсірген жансыздар ғой, сіздерге қалай тілек арнамайын. Ақшаңды ақ жапанда керек емес, шапала құрып отсаң бол дағайын. Жақсылар жиылғанда жан жағымда, осы болсын тілегім арнауында. Думан мен қадірлі қонақ кетпесінші, игілік боп бұл Раушанның шаңырағында. Бұл Раушан көңілге келсе көлсің дейді, іске келсе нар көтерген ерсің дейді. Дүние көшседегі асықпайтын, бәрін тасқып істейтін сенсің дейді. Ал Раушанның бұл түрлігі өнеге екен, бар адам алындандағы көп істерді асықпай сабырменен жеңсін дейді. Толқын кластастарменен келем депті, сөйтсе ол бүгін бізге келсін дейді. Толқынға құрметпенен бұрылайық демесін, мына бізді менсінбейді. Аяқ басып әдемі жарқын белді, тәнті қылып кетер ме деп тартым делді. Раушан дайын құрмысы тамалғанда, жалғастырып ерекше алтын жолды. Сізбен бізбен дастархандас болайық деп, түн үшін тамыл жытып толқын келді. Несіне ұзақ созып езбелейік, одан да асырайын сөз мерейін. Қыздар енді шапалақпен шабыт берсе, толқынға құрметпен сөз берейін. Енді біз өзіміз болып қалып қой, осы кісі қонақ қойдыңды. Қонақты бір құрметтеп берейік та. Пісіп жатқан жерлерінде болмай қалдыңызды. Ажең айқайда отырыңызды бұл. Естідім аяқта, мен Қазақ нәрсе керек, толқын қастырған дейсің? Толқын емес, жазып отырып бүйтіп шығармаса. Тоғжан. Тысы бар еді қайды? Сол жерлерінен жатасып қаламыз. Сізге қабылдайсыз енді өзіңізге. Жаңа арзан, маржан, тоғжан деп түйіндеймін деп тұрған екен мұны? Кән? Көп сөйлейін деп қойшы. Бәріңізбен танысқаныма өте қуаныштымын.
негізі барлықтарыңыз танимын, суреттен көргенмін талай рет. Сырттай енді көзбе көз танысқанына өте қуаныштымын. Раушан, Құдай қаласа бүгін келіп жеткен көрмеген құтты болсын, 18 жасың, мына жасыңа жас қосыла бер, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Құдай қаласа мына ата-анамыз аман болсын, бала-шағамыз аман болсын. Не дейміз мынау? Қоян жылы құтты болсын, бәріміз қояндай көбейе берейік. Басқа сіз деп, біз деп, бір-біріміз іздеп жүре берейік. Танысқаныма өте қуаныштымын. Мен өлтіреді бұл? досымда бір әнім бар, соны айтып берейін. Өнерлі бұл. Құртамыз оны сүйемел десек. Мен өзім айтам деп. Жан достарға арналады деген өлеңмін. Раушанның құрметіне Құдай қаласа бір өлең айтайын. Жаным мен қауырсындай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағынсынбай. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуаншы төріменіп, досым деп сені көріп, маған дел еміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей дос тұтуған батыр ана. Бақытты кешінде мен айтпасам қосып өтен, жанымда дос боп жүрмін несіне мен. Дарасың сен мен үшін, данасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кеуде құсын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуаншы көріменіп, досым деп сені көріп, маған дел еміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сыйлаймын ән ғажабын, қосылсын осы әніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей дос тұтуған батыр ана. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей дос тұтуған батыр ана.